Барлықтарыңа сәлем. Бүгін біз тригонометриялық теңсіздікті полный түсініп өтетін боламыз. Яғни синустан бастап котангенске дейін функцияларды қалай шығару керек, қалай оңай тәсілмен шешу керек. Соның бәрін осы видеода жауап береміз. Қараңыздар, бізде бірінші синустан бастайық. Так, синус x функциясы. Так, синус функциясы бізде қай ширекте плюс және де қай ширекте минус. Бірінші соны анықтап алайық. Давайте кеттік ал. Бізде синус функциясы бірінші ширекте плюс, екінші ширекте плюс, үшінші ширекте минус, төртінші ширекте минус. Бұл жерден біз синустың аралығын көре аламыз. Яғни синус төбесі плюс, ал асты болса минус болады. Қараңыздар, мысалы, так, бізде мынандай есеп берілсін. Қарапайым бір есепті алайық. Синус x ол үлкен болсын, түбірасты 2 бөлінген 2 болсын. Енді қараңыздар, бізде бұлай сызып аламыз. И потом, түбірасты 2 бөлінген 2 ол оң сан. Оң сан болғандықтан оң сандар қақта орналасады? Әрине төбесінде. Яғни төбесіне бір сызық саламыз. Так, енді қараңыздар, үлкен аралығы жоғарысында орналасады. Ал мынау кіші болатын болса, ол төменде орналасады. Тағы да бір рет айтам, үлкен болса жоғарысында, кіші болса төменде орналасады. Сонда бізде үлкен аралық болғаннан кейін бұл жоғарғысын бүйтіп бояп қоямыз. Так, қараңыздар, боялды. Енді бізге сағат тіліне қарсы жүреді. Яғни сағат тіліне қарсы деген сөз ол міне бұлай. Сағат тілі бұлай айналады ғой, ал сағат тіліне қарсы ол бұлай наоборот керісінше. Яғни мына точкадан бастап мына точкаға дейін. Енді біз не істейміз? Осы екі точканы анықтаймыз. Қараңыздар. Так, синус қандай градуста түбірасты 2 бөлу 2 тең? Әрине пи бөлінген 4, яғни 45 градуста. Ал мына аяқты табу үшін просто пидан азайта саламыз, пи бөлінген 4-ті. Сонда неше шығады бізде? Ортақ бөлім әрине 4. 4 пидан 1 пиді азайтатын болсақ, 3 пи шығады. Сонда 3 пи бөлінген 4 болады. Сонда мына аяқта бізде 3 пи бөлінген 4 болады. Сонда жауабы x тиісті деп қоямыз. Так, x тиісті неге? Бұл жай жақша болады. Не үшін жай жақша болады? Өйткені қатаң үлкен болып тұр. Сонда қатаң үлкен немесе қатаң кіші болатын болса, жай жақша болады. Әдемілеп жазып қоямыз. Ал қатаң үлкеніне тең, қатаң кішіне тең болатын болса, онда тік жақша болады. Кешірім сұраймын, мына жерде тік жақша. Енді так, бізде қатаң үлкен болғандықтан жай жақша саламыз. Ол сағат тіліне қарсы дедік қой. Мынау пи бөлінген 4-тен 3 пи бөлу 4-ке дейін. Сонда пи бөлінген 4 қосылған. Так, теңсіздіктің периодтары бізде 2 пи к болады. Яғни қосылған 2 пи к болады. Бізде бұл 3 пи бөлу 4-ке дейін. Яғни 3 пи бөлінген 4 болады. Қосылған 2 пи к. Яғни осы бізде теңсіздіктің жауабы бізде мынау болады екен. Осыны әдемілеп жазып қойыңыздар. Міне, осы жауап болады. Енді келесі нақты есептерді шығарайық. Яғни қиындау, сәл күрделі есептерді талдап көрейік. Ал кеттік. Келесі бізде так, 8 синус x 4x плюс пи бөлінген 6 минус 4 үлкен 0-ден дейді. Енді қараңыздар, бұл есепті шығару үшін не істейміз? Әрине, бірінші 4-ті оң жаққа шығарып аламыз, 8-ді оң жаққа шығарамыз. Тек қана x синус қалу керек сол жағында. Сонда синус, так, ішіндегісін жазып аламыз, 4x плюс пи бөлінген 6. Бұл бізде минус 4-ні бітіп барады оң жағына, плюс 4 болып барады. Сонда үлкен 4 бөлінген 8-ден. 4 бөлінген 8-ден. Не үшін? Өйткені мына жерде қараңыздар, 8 дейтін сан көбейту ғой, оң жаққа бөлу болып барады. Ал бұл дегеніміз 4 пен 8 қысқарады, 2-ден 1 болады. Сонда бізде синус 4x плюс пи бөлінген 6-ның жауабы үлкен 2-ден 1-ден. Енді осының біз шешімін табуымыз керек. Тура жаңағы алдыңғы есеп сияқты. Не істейміз? Біз шеңбер салып аламыз обязательно. Так, шеңбер салдық. И потом, так, біз білеміз оң сандардың, яғни плюс 2-ден 1-дің жоғарғысында орналасатын. Сосын,
мынау үлкен аралық деп тұр. Так, үлкен аралық болатын болса, ол қандай болады? Жоғарғысында жатады. Ал кіші аралық болса, төменінде жатады. Сонда бұл жоғарғысында жатыр екен. Мінекей, жоғарғысында жатыр. Бұл так қандай градуста синус 2-ден 1-ге тең? Әрине 30 градус. Ал 30-ды біз пи арқылы қалай жазамыз? Ол пи бөлінген 6 болады. Ал мына жақта табу үшін не істейміз дедік? Әрине пидан пи бөлінген 6-ны азайта саламыз. Сонда жауабы неше болады? 6π минус 1π тең болады 5π бөлінген 6 болады. Сонда мына жақта жауабы 5π бөлінген 6. Әлі есеп біткен жоқ. Бізде мынаны шығару керек. Яғни 4х плюс π бөлінген 6 дегенді біз бірінші жазып аламыз. Әдемілеп. Қараңыздар. Бізде 4х плюс π бөлінген 6. Бұл үлкен нешеден? Пи бөлінген 6 плюс 2π-дан. Яғни пи бөлінген 6 плюс 2π-дан. Ал ол кіші неден? 5π бөлінген 6 плюс 2π-дан. 5π бөлінген 6 плюс 2π-дан. Так, сонда әлі де есеп біткен жоқ. Біз не істейміз? Мынау пи бөлінген 6-дан құтылуымыз керек. Яғни ортасында тек қана x қана қалу керек. Сонда біз пи бөлінген 6-ны азайтып жібереміз. Мынау бірінші, екінші, үшінші. Үш жағынан да пи бөлінген 6-ны азайтамыз. Сонда так пи бөлінген 6-дан пи бөлінген 6-ны азайтсақ 0 қалады. Сонда 2π-ның өзі қалады. Кіші так 4х мынадан мынаумен қысқарады. Сонда 4х-ның өзі қалады. Ол кіші 5π бөлінген 6-дан пи бөлінген 6-ны азайтсақ, әрине 4π бөлінген 6 шығады. Яғни 4π бөлінген 6. 6 мен 4-ті әрине қысқартуға болады. Так, енді әлі есеп бітпеді. Бұл есепті до конца шығару үшін есеміз, әрине 4-ке бөліп жібереміз. Яғни бөлу 4 дейміз. Яқты мұнанда, мұнанда. Үшеуін біз несеміз 4-ке бөліп жібереміз. Так, сол кезде мына жерге 4-ті бөлген кезде қараңыздар. Мысалы, мына жерде 2π бөлу 4. 4 пен 2 қысқаратта не істейді? π бөлінген 2 қалады. И кіші 4х 4 пен 4 бөлініп кетеді, и 1 қалады. X-ның өзі қалады. Ол кіші болады. Так, 4π бөлінген 6-ны 4-ке бөлеміз. 4 пен 4 қысқаратта π бөлінген 6 қалады. Қосылған, так, 2π мен 4 қысқаратта π бөлінген 2 қалады. Сонда жауабы міне осы болады. Осы бізде нақты жауабы. Так, келесі есеп тоже осындай, бірақ бұл жерде кіші не тең. Екеуінің разницасы тек қана таң басында. Ал кеттік. Бізде дәл жаңағыдай. Тек қана не қалу керек? Синус қана қалу керек. Яғни синус x бөлінген 8 азайту π бөлінген 4 болады. Так, бұл кіші не тең? Мынау 5-ті бірасты 3, мынау оң жаққа барған кезде минус 5-ті бірасты 3 болады. Сонда минус 5-ті бірасты 3 бөлінген 10 болады. Яғни 10 бөлу болып келе салады. Так, 5 пен 10 қысқарады неше болады? Әрине 2 болады. Яғни жауабы минус 1 асты 3 бөлінген 2. Енді қараймыз. Так, бұл жерден біз әрине шеңберді салып аламыз әдемілеп. Так, салдық. И одан кейін біз уже аралықтарды белгілеуіміз керек. Яғни қараңыздар. Бізде минус 1 асты 3 бөлу 2. Жаңа айттық қой. Плюс болса үстіне саламыз, ал минус болса астынан саламыз. Так, бұл жерде астында болады. Бізде мына жерде болады. Және де, так, бұл кіші не тең дейді. Кіші не тең болса астын аламыз. Ал үлкен не тең болса үстін аламыз. Яғни кіші не тең деп тұр. Получается, біз астын аламыз. Енді бұл сағат тіліне қандай? Әрине қарама қарсы. Так, бұл жерден қараңыздар. Синус қандай градуста? Түбірасы 3 бөлінген 2-ге тең. Әрине 60 градуста. 60 дегеніміз π бөлінген 3. Ал мына жерде ол π бөлінген 3 болып тұрады ғой. Ал оған қарама қарсы бетте минус болғандықтан ол қандай болады? Әрине минус π бөлінген 3 болады. Яғни минус π бөлінген 3 болады. Ал мынаны табу үшін не істейміз біз? Просто минус π-ға
пи бөлінген 3-ті қоса саламыз. Яғни мынау мынадан қарағанда кіттай болу керек. Яғни бірінші, мынау екінші точкаға қарағанда кішкентай болу үшін минус пидан азайтамыз. Яғни минус пи қосу пи бөлу 3. Так, ортақ бөлім береміз. Так, ортақ бөлім 3-тен береміз. Минус 3пи плюс 1пи. Сонда минус 2пи бөлінген 3 шығады. Сонда бізде мына бірінші точка минус 2пи бөлінген 3 болады. Енді қараймыз, от қызығы енді басталады. Так, тура мынаны жазып аламыз. X бөлінген 8 азайту пи бөлінген 4. Бұл үлкен болады неден? Үлкен не тең. То есть, мына жерде үлкен не теңдік бар екен. Так, минус пи бөлінген 3 плюс 2 пикадан. Минус пи бөлінген 3 плюс 2 пикадан. Ал ол кіші не тең. То есть, 2 пи болады. Минус 2 пи бөлі 3. Ал мынау минус пи бөлінген 3 плюс 2 пика болады. Енді қараңыздар, бізде тек қана мына жерде x қана қалу керек. Енді x қана қалу үшін не істейміз? Әрине, мынау пи бөлінген 4-тен және 8-ден құтыламыз. Так, минус пи бөлінген 4-тен құтылу үшін дәл соның қарама-қарсы таңбасына қосамыз. Қосу пи бөлінген 4. Енді мынау мен мынаны қосу үшін ортақ бөлім береміз әрине. Так, 12 емес па ортақ бөлімі? Так, мына жаққа 4-тен береміз, ал мына жерге біз 3-тен береміз. Минус 8пи плюс 3пи неше болады? Минус 5пи. Минус 5пи бөлінген 12 болады. Так, қосылған 2 пика деп жазып аламыз пока что. Кіші не тең x бөлінген 8 ғана қалады. Неге? Өйткені мынау мен мынау екеуі қысқарып кетеді. Одан кейін минус пи бөлінген 3 и пи бөлу 4. Тоже біз 12-ден береміз ортақ бөлім. Неға 4-тен, неға 3-тен. Минус 4пи плюс 3пи. Сонда минус пи бөлінген 3 болады. То есть 12 болады. Қосылған 2 пика. Так, сонда 8-ден құтылу керек. 8-ден құтылу үшін не істейміз? Әрине 8-ге көбейте саламыз. Сонда қараймыз. Так, 8-ге көбейтетін болсақ, 5пи бөлінген, так, 12 мен 8 қысқарады. Сонда төбесіне 2-ден, астына 3-ден болады. Сонда минус 10пи бөлінген неше болады? Әрине 4 болады. То есть 4 емес 3 болады. Өйткені біз 4-ке қысқартып жатырмыз. Плюс, так, 2 пиканы 8-ге көбейтеміз. Әрине 16 пика болады. Кіші не тең x-тің өзі қалады. Өйткені 8 бен 8 қысқарып кетеді. Кіші не тең, так, 8 бен 12 қысқарады. Сол кезде 2 пи бөлінген, так, мына жерде 2 пи бөлінген 3 болады. И минус таңбасын ұмытпайық, қосылған 16 пика болады. Так, жауабы осылай қалады. Сонда соңғы ответі бізде мынау болады екен. Мінекей, осы. Келесі. Так, келесі есеп бізде косинустарға өтеміз. Ал косинустардың бір ерекшелігі бар. Ол қандай ерекшелік? Әрине, мына мысалды қараңыздар. Шеңбер салып алдық. И потом плюс и минус аралығын белгілейміз. Так, мынау плюс, минус, минус, плюс. Яғни косинус бірінші ширекте плюс, екінші ширекте минус, үшінші ширекте минус, төртінші ширекте плюс болады. Сонда бізде қараңыздар, мына жерде мынау оң сан шықса, мына аяғын белгілейміз, теріс сан шықса, мына жерін белгілей саламыз. Яғни екеуінің айырмашылығы осы. Сонда келесі бізде не істейміз? Әрине мына жерде, так, мысалы наяқтағы келесі мысалдарға қарап түсіндіре берейік сразу. Так, мына жерде косинус. Бірінші тура бағанағы секілді, мына жерде минус 6-ны наяқа плюс 6 ғып жібереміз. Минус 6 наяқа плюс 6 ғып барады. Сонда косинус минус 6х минус пи бөлінген 6 үлкен болады нешеден? Минус 6 плюс 6 екеуі қысқарады 0 болып кетеді. Енді қараңыздар, мынандай косинустың мынандай қасиеті бар. Косинус так, минус x-та тең косинус x болады. Яғни косинус қырсық функция, кері қарай жүреді бәрінен. Минус x болатын болса, плюске айналып кетеді. Хорошо? И сонда
минусты жақша сыртына шығарсақ, косинус 6х плюс пи бөлінген 6 үлкен 0-ден болады. Яғни осыны шығарсақ уже жеткілікті. Қараңыз. Так, шеңбер саламыз бұғанда тоже. Шеңбер салдық әдемілеп. И одан кейін біз уже не істейміз? Әрине біз 0-ді белгілейміз. 0 дейтін тура ортасында міне. Тура ортасында. Так, үлкен десе оң жағын аламыз, кіші десе сол жағын аламыз. Тағы да қайталайым, үлкен десе оң жағын, кіші десе сол жағын аламыз. Сонда бізде мына жақты бояп тастаймыз ғой. Осы жақты бояймыз. Сонда жауабы бізде минус пи бөлінген 2-ден, яғни сағат тіліне мені қарама қарсы, пи бөлінген 2-ге дейін. Сонда 6х плюс пи бөлінген 6-ны жазып аламыз. Бұл үлкен дейміз да, минус пи бөлінген 2 плюс 2 пи-ка дейміз. Плюс 2 пи-ка. Семей қалыпты. Так, кіші пи бөлінген 2 плюс 2 пи-ка дейміз. Так, сонда біз пи бөлінген 6-тан не істейміз? Құтыламыз. Так, плюс ба, оның минусына көбейтеміз. Минус көбейтеміз деп болған, то есть азайтамыз. Пи бөлінген 6-на азайтамыз. Сонда минус пи бөлінген 2, минус пи бөлінген 6. Ортақ бөлімін нешеден береміз? Әрине 3-тен береміз. Так, минус 3 пи, минус 1 пи. Минус 4 пи бөлінген 6 шығады жауабы. Минус 4 пи бөлінген 6. Қосылған 2 пи-ка обязательно. И кіші 6х-ның өзі қалады. Потому что пи бөлінген 6 мен минус пи бөлі 6 жойылып кетеді. Келесі пи бөлінген 2 азайту пи бөлі 6. Ортақ бөлімі 6-тан 3 пи минус пи. Неше болады? Әрине 2 пи бөлінген 6 плюс 2 пи-ка болады. Так, соңғы жауабы, соңғы ответі бізде қандай болады? Яғни мына жерде 6-ға бөліп жібереміз. Яғни 6-тан 1-ге көбейтеміз. Сонда 6-ны 6-ға көбейтсек 36, оны 4-ке бөлсек 9 минус пи бөлінген 9 болады. Қосылған. Так, 6 мен 2 қысқаратта пи-ка бөлінген 3 қалады. Кіші. Так, 6 мен 6 қысқарат, х-ның өзі қалады. Одан кейін 6 мен 2 қысқарат 3, 3-ті 6-ға көбейтсек 18. Пи бөлінген 18. Қосылған 2 мен 6 қысқаратта пи-ка бөлінген 3 қалады. Жауабы, соңғы жауабы мінекей осылай болады. Так, келесі косинусқа байланысты есеп тоже. Бұл бірақ таңбасы уже үлкен, е? Так, не істейміз, не қыламыз? Бұл жерде тоже косинусты ғана өрнектеп алуымыз керек. Косинус 6х азайту пи бөлінген 3. Так, жазып алдық. Үлкеніне тең, түбірасты 3 плюс болып барады, и бөлінген 2. Яғни түбірасты 3 бөлінген 2. Одан кейін, так, 6х минус пи бөлінген 3. Біз шеңбер саламыз. Так, шеңбер салғаннан кейін түбірасты 3 бөлу 2. Ол оң сан. Оң сандар айттық жаңа, оң жағында орналасады, ал теріс сандар сол жағында орналасады. Сонда бізде оң жағынан түбірасты 3 бөлу 2-ні қоямыз. Үлкен не тең аралық оң жағында, кіші не тең аралық сол жағында. Бізде үлкен не тең болып тұр. Яғни былай сызып қоямыз. Сонда түбірасты 3 бөлінген 2. Так, бізде қандай градуста косинус бізде түбірасты 3 бөлу 2 тең. Әрине 30 градуста. 30 ол пи бөлінген 6. Пи бөлінген 6 болса, бізде минус пи бөлінген 6 болады. Яғни плюс 2 пи-касы бар. Сонда 6х азайту пи бөлінген 3, ол үлкен не тең неден болады? Пи бөлінген 6 плюс 2 пи-ка болады. Пи бөлінген 6 плюс 2 пи-ка. Ал ол кіші болады неден? То есть минус қой. Өткен сағат тіліне бүйтіп қарама қарсы ғой. Так, пи бөлінген 6 плюс 2 пи-кадан. Сонда қараңыздар, біз х-ті ғана қалдыруымыз керек. Ол үшін не істейміз? Әрине плюс пи бөлінген 3-ті қосамыз бірінші очередте.
Так, ортақ бөлім неше болады? 6 болады. Мына жаққа 2-ден береміз. Минус пи, минус 2пи. То есть плюс 2пи. Сонда пи бөлінген 6 қосылған 2пи-ға кішіне тең. Так, мынау мен мынау екеуі жойылып кетеді, 6х-ның өзі ғана қалады. Кішіне тең пи бөлінген 6 қосу пи бөлінген 3. Ортақ бөлімі 6, 2пи, пи, 3пи бөлу 6. Ол пи бөлінген 2-ге тең. Қосылған 2пи-ға болады. Так, енді келесі очередте қараңыздар, мынау 6-дан вообще құтылу керек, 6-ны жоқ қылып жүру керек. Ол үшін не істейміз? Әрине 6-дан 1-ге көбейтеміз. Сол кезде пи бөлінген 36, пи бөлінген 36 қосылған. Так, мынау 2 мен мынау 6 қысқарады, 3 қалады астында. Пи-ға бөлінген 3 қалады. И ол кішіне тең. 6 мен 6 жойылып, х қана қалады. Ол кішіне тең. Так, бізде пи бөлінген 2 мен 6. 2 мен 6 екеуі бір-біріне көбейтіліп, пи бөлінген 12 қалады. Қосылған. Так, қараңыздар, 2 мен 6 қысқарады, пи-ға бөлінген 3 шығады. Жауабы мінекей осылай. Ал кеттік, келесі бізде тангенс. Тангенс бізде сәл басқашалау. Өйткені қараңыздар, бізде тангенстің аралықтары қандай? Шахматный порядок. Шахматта қара ақ деп кетсе, ал бұл тангенсте плюс минус болып кетеді. Так, сонда бұл тангенстің ерекшелігі былай. Қараңыздар, сызығы былай сызылады. Сызығы тура осылай сызылады. И мына оң сандар төбесінде орналасады, ал теріс сандар астында орналасады. Сосын мына моментті еске жақсылап түсіріп салып алыңыздар. Так, тангенс 90 градуста анықталмаған. Яғни тангенс 90-да жоқ, вообще мән жоқ. Ал тангенс 270 градуста ода да тоже мән жоқ, анықталмаған. Сонда бізде қараймыз. Так, бұны басқаша біз былай алсақ болады. Яғни тангенс бізде минус пи бөлінген 2-де тоже анықталмаған. Ол минус пи бөлу 2 дейтін, ол 270 градусқа тең. Екеуі бірдей. Сонда мына жерге и мына жерге келген кезде функция тоқтайды. Так, енді мына практике шығарып көрейік. Қараңыздар. Так, мынау бізде тангенстің функциясы. Тангенс x бөлінген 4 плюс пи бөлінген 6-ны обязательно жазып аламыз. И кішіне тең, қараңыздар, кішіне тең 5/3 не қабаратта минус 5/3 болады. Яғни минус 5/3 болады. Бөлінген, так, мынау 15 болады. Сонда қараңыздар, 15 пен 5 екеуі не істейді? Қысқарады. Сол кезде минус 3 бөлінген 3 шығады. Енді, так, бізде тангенстің функциясы шықты. Енді біз не істейміз? Әрине шеңберге алып аламыз. Так, жаңа айтқандай, тангенс былай сызылады дедік. Минус 3 бөлу 3. Яғни минус болса асты, ал плюс болса төбесі. Бізде минус болғандықтан астынан бір точка қалдырамыз. Мынау минус 3. Так, мынаны санмен жазамыз. Так, осы точканы біз центрмен біріктіреміз. Сол кезде қараңыздар, кішіне тең аралық болса, мына асты боялады. Қызыл мен көрсетейін сіздерге. Так, мынау асты боялады. Ал үлкеніне тең болатын болса, ол кезде мына үсті боялады. Біз неге тоқтап қалдық мына жерде? Өйткені жаңа айттық қой, мына екі точкада тангенс тоқтап қалады. Осы екі точкада вообще тоқтайды. Енді, так, мынаған қарама қарсы аралық болады. Так, бұған зеркальный аралық міне мынау болады. Сонда осы екеуі жауабы болады. Енді қараймыз. Бізде бір қызығы мына жерде минус пи бөлінген 2 болады. Бұл оңай. Уже анау пидан азайтып қиналып жатпайсыздар. Так, тангенс қандай градуста? 3 бөлу 3-ке тең. Әрине 30 градуста. Ал 30 дегеніміз пи бөлінген 6. Ал мынау минус болғандықтан минус пи бөлінген 6. Сонда жауабы сағат тіліне қарсы минус пи бөлінген 2-ден минус пи бөлінген 6-ға дейін. Сонда x бөлінген 4 қосылған пи бөлінген 6,
бұл не деп аламыз? Әрине үлкен не тең минус пи бөлінген 2 плюс 2 пи к дейміз. Ал кіші не тең? Минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи к дейміз. Енді біз пи бөлінген 6-тан не істеуіміз керек? Құтылуымыз керек. Ол үшін пи бөлінген 6-ны азайтып жібереміз. Мына жаққа ортақ бөлім береміз. Минус 3 пи минус пи минус 4 пи бөлінген 6 болады. Қосылған 2 пи к обязательно. И кіші не тең? X бөлінген 4. Енді қараңыздар, бізде мына момент. Минус пи бөлінген 6 минус пи бөлінген 6 минус 2 пи бөлінген 6. 2 мен 6 қысқарады, минус пи бөлінген 3 болады. Қосылған 2 пи к болады. Енді 4-тен құтылу үшін не істейміз? Әрине 4-ке көбейтеміз. 4 пен 4 қысқарып кететіндей. Сонда бізде 4-ке көбейткен кезде 16 пи бөлінген 6, екеуі 2-ке қысқарады, минус 8 пи бөлінген 3 болады. Қосылған 4 пен 2 көбейтіледі, 8 пи к болады. 8 пи к кіші не тең? 4 пен 4 көбейтіліп қысқарады, x-тің өзі ғана қалады. Ол кіші не тең? 4 пен пи көбейтіледі, минус 4 пи бөлінген 3 болады. Қосылған 8 пи к болады. Жауабы мінеки осылай қалады. Бітті, бізде тангенс осылай. Ал если қараңыздар, кіші не тең десе не істейміз дедік? Астын аламыз дедік. Ал үлкен не тең дейтін болса, мына жаққа бөлек жазып көрсетейін. Үлкен не тең дейтін болса, мына үлкенін аламыз. Яғни мына жаққа кеп ол тоқтайды. Ал осыған қарама-қарсы аралық қайсы? Әрине мынау. Мына кіші не тең болса қызыл болады, ал үлкен не тең болса көк болады. Хорошо? Осы момент жаттап алыңыздар. Енді келесі бізде котангенс. Енді котангенсті шығару үшін мына жаққа бір түсіндіріп жіберейін. Мына жерде котангенстің шеңбері саламыз. Котангенсте тура қандай? Тангенс сияқты. Плюс, минус, плюс, минус. Бірақ тангенс пен котангенс всегда андай. Бір-біріне қарама-қарсы жүреді. И сондықтан тангенс былай болды ғой жаңа, ал котангенс болатын болса, ол төбесінен аламыз уже. Оң сандары мына жақта орналасқан, теріс сандары сол жақта орналасқан. Дәл тура осылай есепті бастаймыз. Котангенстің есебі қараңыздар. Котангенс 3x азайту пи бөлінген 6. Бізде кіші не тең, яғни минус түбірасы 3 түбірасы 2, ол оң жаққа бар, плюс 3 түбірасы 2 болады. 3 түбірасы 2 плюс болады. Бөлінген, көбейту няқа бөлу барады, и бөлу 9 болады. Сонда қараңыздар, 3 пен 9 қысқарады, түбірасы 2 бөлінген 3 шығады. Енді бұл есепті шығару үшін әрине шеңберсіз невозможно, қиын. Ал кеттік, салып алдық. Котангенс не дедік? Әрине төбесі болады дедік. Бізде оң жағында плюс сандар, ал сол жағында минус сандар дедік. Сонда түбірасы 2 бөлінген 3 ол әрине қандай сан? Плюс сан. И получается мына жердегі любой точканы ала саламыз. Точканы центрмен обязательно жалғаймыз. Жалғадық қой. Енді жаңағы мына жерге айтуды ұмытып кетіппін. Котангенс 0 градуста анықталмаған, және де котангенс 180 градуста анықталмаған. Сонда мына аяқта и мына аяқта екеуінен тоқтайды. Осы точкаға и осы точкаға кеп тоқтайды екі жаққа. Сонда мына жерде қараңыздар, түбірасы 2 бөлу 3-ті анықтап алдық. Кіші не тең? Кіші не тең аралығы сол жағы болады. Мына жаққа кеп тоқтады. Жаңа айттық қой, мына жақта или мына жаққа кеп тоқтайды дедік. Мынау бізде пи, ал мынау бізде 0. Енді қараңыздар, мына жаққа кеп тоқтады. Мынаған қарама-қарсы аралық, тура тангенс сияқты. Біз мынаны белгілейміз. Тура қарама-қарсы аралық. Енді бізге уже сан мәндерін қойсақ жеткілікті. Яғни қандай градуста түбірасы 2 бөлінген 3-ке тең. Бізде котангенс қандай градуста түбірасы 2 бөлу 3-ке тең. Негізі мына жерде қателесіп кеткен ғой. 3 болу керек. Сол кезде есеп шығады. Потому что түбірасы 2 бөлу 3 дейтін жауап жоқ қой бұның котангенстің. Енді қараңыздар. Котангенс қандай градуста? Бізде түбірасы 3 бөлінген 3-ке тең. Әрине 60 градуста.
Так, 60 градуста котангенс түбірасы 3 бөлінген 3 болса, 60-ты біз пи бөлінген 3 дейміз. Яғни, мына жердегі мәні пи бөлінген 3-ке тең. Ал мына жердегі мәні пиге тең. Болды, есеп шықты. Сағат тіліне қарсы. Пи бөлінген 3-тен пиға дейін. Сонда 3х минус пи бөлінген 6-ны жазып аламыз. Бұл үлкеніне тең пи бөлінген 3 плюс 2 пи-ка болады. То есть, бұл жерде пи-ка болады. Тангенс котангенстің периодтары бізде пи-ка болады всегда. Өйткені мынау и мынау қарама-қарсы аралықтарында сан мәндері бар. Так, сонда қараймыз пи бөлінген 3 плюс пи-ка 3х минус пи бөлінген 6 и кішіне тең. Бұл жерде бізде қанша болады? Пи плюс пи-ка болады. Так, ең бірінші мақсатымыз пи бөлінген 6-ны оң бағанды жойып тастау. Так, ол үшін плюс пи бөлінген 6-ны қоса саламыз. Так, нәқа 6-дан береміз, нәқа 2-ден береміз, 2пи, 3пи, сонда 3пиді 6-ға бөлсек, пи бөлінген 2 шығады. Пи бөлінген 2 плюс пи-ка кішіне тең. Так, номинал жойылып кетеді, и 3х-ның өзі ғана қалады, кішіне тең. Так, пи плюс пи бөлінген 6. Яғни 6-дан береміз, 6пи, 1пи. Неше? 7пи бөлінген 6 болады. Қосылған пи-ка. Енді, 3-тен есеп жереміз, әрине бөліп жереміз. Так, 3-тен 1-ге елік көбейтеміз. Осы оңайырақ уже. Так, 3-тен 1-ге көбейтсек, 3 пен 2 көбейтіледі, пи бөлінген 6 шығады. Қосылған пи-ка бөлінген 3 шығады. И кішіне, то есть пи-ка бөлі 3, кішіне тең х-ның өзі, и ол кішіне тең 7пи бөлінген 18 шығады. Қосылған пи-ка бөлінген 3 болады. Так, жауабы шықты, міне осы болады. Енді тағы бір айтып кететін мәселе, жаңа айттық қой. Кішіне тең болған кезде, міне, мынау болады. Кішіне тең болғанда осы болады. Если мынау үлкеніне тең дейтін вариант бар ғой, если мынау таңба үлкеніне тең деп тұратын болса, онда мына точкадан басып керісінше былай қарай жүресіздер. И мынаға кеп тоқтайды. Так, сонымен бүгінгі тригонометриялық теңсіздіктерге байланысты тақырып аяқталды. Толық көшіріп, қайта көріп, түсінбесеңіздер қайталай беріңіздер. Главный тоқтамау, аз-аздан үздіксіз. И осы процеспен біз 140-тың 140 балына жетеміз. Жақсы, сау болыңыздар.